Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін ақпанның 1-і, тақырып тарихи жолдың атауы. Екінші сабақ. Продолжение темы. Оқылым. Отырар, Тараз, Сайрам, Түркістан, Суяб, Баласағұн көне қалалар тек сауда ғана емес, мәдениет және ғылым орталықтары болды. Ертеде Тараз қаласындағы сауда базарын көргендер Тараз базары әлем айнасы дейтін. Себебі бұл жақта кез келген дүниені айырбастауға, сату мен сатып алуға болатын. Мыстан жасалған тұрмыстық бұйымдар мен қару-жарақтар, киім-кешек пен ер-тұрмандар саудаға түсетін. Отырар алқабына 150-ден астам кішкентай қала кіретін. Бұл елді мекен қорған сарайларға бай болатын. Саудамен қатар бұл аймақта білім мен ғылым саласы дамыды. Түркістан ертеден екінші Мекке деп аталып кеткен. Бүгінгі таңда көне қала әлемдік туризм орталығына айналды. Сояб пен Баласағұн қалаларында жыл сайын кең көлемде сауда жәрмеңкелері өткізілетін. Әртүрлі елден жиналған саудагерлер бас қосып сауда қарым-қатынасын орнататын. Жазылым. Тиісті сөздерді қойып жаз. Напиши нужные слова. Например, Ұлы Жібек жолы басталады. Қытай жерінен басталады. И так далее. Сделаем письменную работу, правим в личку. Всем удачи, сау болыңыздар.